Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 4-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп аламыз. Бүгінгі 53-ші сабағымыздың тақырыбы эколог деген кім деп аталады. Біріккен сөздерді өтетін боламыз. Сонымен қатар біріккен сөздердің құрылымдық ерекшелігін білетін боламыз. 24-ші жаттығуда балалардың экологпен сұхбатын оқы. Бақдәулеттің сұрағы: бала кезіңізде кім болғыңыз келді? Экологтың жауабы: бала кезімде табиғат жанашыры эколог болсам деп армандадым. Ақмаралдың сұрағы: ондай арман қалай пайда болды? Экологтың жауабы: бастауыш сыныпта оқып жүрген кезімде әкем экология әліппесі деген кітап сатып әперді. Алғаш рет экология табиғаттың әр алуан өзгерістерін зерттейтін ғылым саласы екенін және табиғатты аман сақтаудың жолдарын экология жүзеге асыратынын сол кітаптан оқып білдім. Мектептегі жас экологтер үйірмесіне қатысып, балықтар мен бозторғайлар неге қырылды деген тақырыпта зерттеу жұмысын жүргіздім. Тақырыбыма қажет материалдарды жинақтап талдадым. Нәтижесінде мен әлемді танимын атты қалалық конкурсы жеңімпаз атандым. Сол күннен бастап эколог болсам деген асыл арман жүрегімнен орын алды. Нұрқанаттың сұрағы: Каспий теңізіндегі балықтар мен бозторғайлардың қырылу себебі неде екен? Экологтың жауабы: мұның бір ғана себебі бар. Ол батыс, шығыс қашағанды қызу кезіндегі теңізге жіберілген лай су, ыстық бұрқақ жер астынан атылған инертті газ. Гүлбану деген қыздың сұрағы: сонда мұнай өндірудің табиғатқа кері әсерін болдырмау жолы қандай болмақ? Экологтың жауабы: бұл сұрақтың жауабын сынып оқушыларынан сұрап көрейік. Мінекей оқушылар, балалардың экологпен болған сұхбаты осымен тәмам. Енді осы тақырыптың астындағы сұраққа назар аударайық. Соңғы сұраққа дереккөздерден жауап ізде дейді. Бізде соңғы сұрақ: сонда мұнай өндірудің табиғатқа кері әсерін болдырмау жолы қандай болмақ деген. Енді осыны дереккөздерден мынадай мәліметтер арқылы жауап беруге болады. Мұнай өндірудің табиғатқа кері әсерін болдырмау жолы. Мұнайдан көптеген заттар жасалады. Соның ішінде бензин, керосин, парафин, көптеген иіссу түрлері, кремдер, парфюмериялық жұмсақ майлар, дәрі-дәрмектер, пластмасса, машина дөңгелектері, тағы да басқалар жасалады. Мұнай судан жеңіл болғандықтан ауаға тез тарап, табиғатқа кері әсері көп тиеді. Мұнайдан жасалатын өнімдерді үнемді пайдалану керек. Қайта өңдеуге келетін заттарды қоқысқа тастай бермей, жинап, арнайы қайта өңдеу орталықтарына жіберген дұрыс. Себебі мұнайдан өндірілген көптеген заттар жерде шірімейді, жылдар бойы жата береді. Олардан бөлінетін улы заттар экологияға көптеген зиян келтіреді. Мұнай өндіруші зауыттарды қатаң бақылауға алу керек. Мінекей осындай дереккөздерден алынған мәліметтерді айтуға болады. Әрі қарай жалғастырамыз. 25-ші жаттығуда жоғарыдағы мәтіннен қарамен жазылған сөздерді теріп жаз дейді. Бізде мәтінде қарамен жазылған сөздер: олар Бақдәулет, Ақмарал, эколог, бозторғай, Нұрқанат және Гүлбану деген сөздер. Енді осы жазған сөздеріңді сөз құрамына талда. Әр сөз неше түбірден құралған дейді. Бақдәулет деген сөз екі түбірден құралған. Бақ және дәулет деген екі зат есімнен бірігіп жасалған. Ал Ақмарал деген сөз, ақ дегеніміз ол сын есімнен жасалған, және марал деген зат есімнен жасалып, екеуі бірігіп қыздың есімін беріп тұр. Бұл сөз екі түбірден жасалған. Келесі эколог деген латынша үй, баспана, ілім деген мағынаны білдіреді. Екі сөз де зат есімнен жасалған. Одан кейін бозторғайлар деген сөзде боз сын есім, ал торғай деген зат есімнен жасалып, екі түбірден құралып тұр. Сондықтан бұлар біріккен сөздерге жатады. Ал лар дегеніміз көптік жалғауы. Бозторғайлар. Келесі Нұрқанат. Нұр зат есімнен және қанат дегенде зат есімнен жасалынған, екі түбірден құралған, бірігіп жасалған сөздер. Бұл ер баланың аты. Келесі Гүлбану. Бұл қыздың аты. Гүл зат есімнен, бану араб сөзі эбнатун қыз, бойжеткен деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл да зат есімге жатады. Екі сөзден бірігіп жасалған, біріккен сөзге жатады. Яғни Гүлбану деген сөзде екі түбірден құралған. Мінекей оқушылар жазған сөздерді осылай сөз құрамына қарай талдап, яғни әр қайсысы екі түбірден құралып, біріккен сөзді көрсетіп тұр.
Мына ережені мұқият есімізде сақтап алайық. Екі не одан да көп түбірден құралған сөздерді біріккен сөздер деп атайды. Олар бірігіп жазылады. Мысалы, ала бота, бал қарағай. Ала бота деген сөзде ала және бота деген екі түбірден құралып, бұлар біріккен сөзді білдіреді. Дәл сондай, бал деген сөз бен қарағай деген сөз бірігіп, екі түбірден құралып, біріккен сөздерді білдіріп тұр. Осы ережені міндетті түрде есімізде сақтап аламыз. Келесі 26-шы жаттығуда өтірік өлеңді оқып жатқа жаз дейді. Су жыланға емделген тасбақаны қарсы алдым. Сексеуілмен жемделген тас кенеге ер салдым. Авторы Байбақов. Енді осы өтірік өлеңді жаттап алып жатқа жазамыз. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Біріккен сөздердің астын сыз. Бізде өтірік өлеңде біріккен сөздер ол су жыланға, тасбақаны және тас кенеге деген сөздер. Осы сөздердің астын сызып қоямыз. Келесі сексеуіл неліктен қызыл кітапқа енген дейді. Себебі сексеуіл атауы түркі тілінен шыққан сөз. Аудармасы аттың құйрығы деген мағынаны береді. Ауа райы ыстық, құрғақ жерде өсетіндіктен жапырақтары түсіп қалады да, бұтақтары иіліп, аттың құйрығына ұқсап тұрады. Ол 40-50 жыл өмір сүретін өсімдік. Егілген соң 3-4 жылдан кейін гүлдейді. Сексеуіл құм көшкінінен қорғайды, бекініс қызметін атқарады. Жердің құнарлығын сақтайды. Сексеуілді шөл даланың падишасы деп атайды. Сол себепті де ол қызыл кітапқа енген. Мінекей сексеуілдің қызыл кітапқа ену себебі осында. Әрі қарай жалғастырамыз. 27-ші жаттығуда берілген біріккен сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз дейді. Бізде берілген біріккен сөздер, олар аққұтан, ақбөкен, сарыөзек, қосаяқ, алакөл, айнабұлақ, егеу құйрық деген сөздер. Осы сөздерді қатыстырып, мынадай сөйлемдер құрауға болады. Асқар Алматы саябағында аққұтан құсын көрді. Әжем ақбөкендерді киелі аң дейді, себебі олар Қазақстанның қызыл кітабына енген. Менің ата мен әжем Сарыөзекте тұрады. Шөлді жерде қосаяқтарды кездестіруге болады. Жазда Ажар отбасымен Алакөлге барды. Пойыз Айнабұлақ станциясына келді. Егеу құйрық кеміргештер отрядына жатады. Мінекей осындай сөйлемдерді құрауға болады. Енді келесі тапсырма бұл сөздердің біріккен сөз екенін сызбаны пайдаланып дәлелде дейді. Аққұтан бұл біріккен сөз, өйткені екі түбірден құралғанмен бір ғана мағынаны білдіреді және бір ғана сұраққа жауап береді. Келесі дәл осындай. Ақбөкен бұл біріккен сөз, өйткені екі түбірден құралғанмен бір ғана мағынаны білдіреді. Бір ғана сұраққа жауап береді. Дәл осылай барлық сөздерді де өстіп сызбаны пайдалану арқылы дәлелдеп үйренуіміз қажет. Келесі 28-ші жаттығуда диалогты жұбыңмен оқы. Ержан, мұның не? Қағазды қоқыс жәшігіне салмайсың ба? Ештеңе етпейді Айгүл. Еден жуушы жинап алады. Бір парақ қағазды лақтырғанда не тұр? Бәрі де осындай кішігірім елеусіз нәрселерден басталады. Бұл біздің білім алатын сыныбымыз. Оны таза ұстау біздің міндетіміз. Жарайды, келесі жолы тастамаймын. Енді тапсырмаларға назар аударайық. Сен Ержанның орнында болса не істер едің? Әр адамның еңбегін сыйлау керек. Мен Ержанның орнында болсам, қоқысты қоқыс жәшігіне салушы едім. Келесі сұрақ, мәтінде біріккен сөздер кездесті ме? Иә, кездесті. Біріккен сөздер олар Айгүл, Ержан деген сөздер. Келесі, порталасымен демалыс мәдениетіне диалог құрастырып көр дейді. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Мына жерге отырсам болады ма? Жоқ, ол жерде менің сөмкем тұр. Бұл көпшілікке арналған демалыс орны, сондықтан сөмкеңізді қолыңызға алғаныңыз дұрыс болар еді. Кешірім сұраймын, дұрыс айтасыз. Сөмкемді алдым, отырсаңыз болады. Мінекей оқушылар осында диалогты демалыс мәдениетіне сәйкес құрастыруға болады. Және де демалыс орнында мәдениетті ұстанған дұрыс. Әрі қарай жалғастырамыз. 29-шы жаттығуда мен эколог бола аламын ба деген сұраққа жауапты тест тапсырмаларын орындау арқылы ала аласың. Сұраққа иә, кейде немесе жоқ деп жауап берім. Бірінші сұрақ, бау-бақшада жұмыс істегенді ұнатасың ба? Иә, ұнатамын. Екінші сұрақ, ауа райы көңіл күйіңе әсер ете ме?
кейде әсер етеді. Үшінші сұрақ: әлдекім гүлді жұлып немесе ағаш бұтақтарын сындырып жатса, оған ескерту жасайсың ба? Иә, әрине жасаймын. Төртінші: саңырауқұлақ немесе емдік шөптерді жинағанды ұнатасың ба? Иә, ұнатамын. Бесінші: үй жануарларын күтіп баптайсың ба? Иә, үй жануарларын ұстаған ұнайды және оларды баптағанды ұнатамын. Алтыншы сұрақ: үй өсімдіктерін үнемі суарып тұрасың ба? Иә, әрине, олар да су ішкенді ұнатады, сондықтан суарып тұрғанын ұнайды. Келесі жетінші сұрақ: табиғатта демалғаннан кейін қоқыс қалдықтарын жинайсың ба? Әрине, жинап тұрамын. Өйткені әр адам өз қоқысын арнайы қоқыс жәшігіне апарып салу керек, сондықтан менің жауабым иә. Енді ұпайларыңды сана дейді. Иә жауабына 2 ұпай, кейде жауабына 1 ұпай, жоқ жауабына 0 ұпай. Менің берген жауаптарымды санағанда 13 ұпай шықты. Егер 12-ден 14 ұпайға дейін жинасаң, сен болашақта эколог бола аласың, жарайсың дейді. Егер де сіздердің жауаптарыңыз 6 ұпайдан 11 ұпайға дейін жиналса, онда сен табиғат үшін күрескер емес, тек оны қызықтаушысың дейді. Егер 6 ұпайдан төмен ұпай жинасаң, сен табиғаттың маңызы туралы мүлдем ойланбайсың. Табиғатты сүюге, қорғауға ұмтыл дейді. Осымен бүгінге берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.